Сәлем, бүгін өте тез дайындалатын аштықсыз пирожки дайындаймыз. Ең алдымен картошканы суға салып, татымына қарай тұз салып, пісіріп аламыз. «100 грамм айранға 50 грамм сары майды салып, үстінен ыстық қайнап тұрған 100 грамм суды құямыз, тұз саламыз, қант саламыз және разрыхлитель салып, үстіне қажетінше ұн салып, қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырды бетін жауып 30 минутқа демалдырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды ұн сеуіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды видеодағыдай етіп орап, кесеміз. Міне осылай 4 бұрышты етіп кесіп алған қамырымыздың үстіне начинканы саламыз. Вилканың көмегімен қамырдың шеттерін басып шығамыз. Міне біздің пирожкиміздің формасы осындай болып шығады. Қалғанында дәл осылай істеп шығамыз. Дайын пирожкиларымызды осылай қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Осы жерде мен лайфхак: майға азғантай қамырдың бөлігін салып қойсаңыз, майыңыз бауырсақ пен пирожкиларды пісіріп болғанша қарайып кетпейді. Пирожкиіміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!